уникальный высокодоходный маркетинг-план. Пожалуй, начнем с преимущества. Здесь риск равен нулю. То есть вы на свои деньги приобретаете эксклюзивную, полезную, высокоэффективную продукцию для здоровья. Без циклов и сроков, без обнуления. Енді қараңыздар, риск нулю деп айтып отыр. Бізде де риск нулю. Біз өзіміздің 18 000 теңгемізге, егер долларға шығатын болсақ, даже 50 долларға жетпейді 18 000 теңге дегеніміз. Біз өзімізге керекті затымызды аламыз. Риск нулю ма? Риск нулю. Дальше кеттік. То есть абсолютно весь товарооборот накапливается. Маркетинг компании уникальный, благодаря всеми любимому пассивному доходу. Для того, чтобы сотрудничать с компанией Marine Health Group, вам необходимо приобрести продукт. То есть, купив любой продукт компании, вы автоматически получаете готовый бизнес под ключ. В нашей компании бізде де автоматически становитесь, өзің алдың, товарыңды алдың, саған жеке кабинет беріледі. Сен уже компанияның консультанты ретінде саналасың. Бұл жерде де солай. Продукция высокого качества, и стоимость пакетов начинается от $100. Плюс енді вход $100 и плюс $15 одноразовый вложение деп тұр. $100 45 000, $10 4,5 мың, $5 $10 4500, плюс $5 бұның 2200. 2200. Яғни бизнесқа кіруіңіз сіздің почти 50 000 теңге. Одноразовый вход 50 000 теңге, бізде 18 000 теңге. Арғатай қазір мен сіздерге салыстырмалы түрде айтатын боламын. $15 это единоразовый сервисный сбор. Итак, первый вид вознаграждения – это бонус за личную рекомендацию. Он называется реферальный бонус. То есть все довольно просто. Вы рекомендуете кому-либо продукт, и за это получаете реферальный бонус в размере 10% от суммы контракта. Например, ваш знакомый приобрел пакет за $200, пройдя по вашей реферальной... Енді қараңыздар, $200 дейді. $200 саттыңыз дейді. Сонда сіз біреуге 90 000 теңгеге сатуыңыз керек. Вход вроде 45 000 $100 болады. Мына жерде уже 90 000-ға сатасыз. 90 000-нан 10% дейді. 10% келеді сізге. 10%-ыңыз $90. А почему-то вход және ғана 9 000 теңге, $100. Және вход айтқан $100 деп айтқан. Егер $100-дан шақыратын болсаңыз, $100-дан 10% $10. $10 деп есептеңіз. Және вход басқалайсыз. 90 бірден $200-ға келетін қарапайым адамдар саны аз. Тыныш, балам, тыныш. И в этот же момент компания автоматически вам начисляет 10% от стоимости пакета, то есть $20. Все довольно просто. Следующий вид вознаграждения – это командный бонус. Для выплаты командного бонуса компания выбрала одну из самых высокодоходных и надежных систем, которая называется бинар. Бинар от слова «би», то есть умножение на 2. Ваша задача развивать две ветки, которые в свою очередь будут являться параллельными друг другу. За каждое равновесие по товарообороту вы будете зарабатывать по малой ветке от 5 до 9%. Енді қараңыздар, 2 адам шақырасыз дейді, 2 адам 2 веткамен жүргізіп отырасыздар деп тұрай, бөлініп отырады. 2 адам, 4 адам, 8 адам, қазір арқта есептейміз. И малая веткадан төленеді. Малая ветка деген қайсысы аз, сол веткамен төленетін болады. Итак, к примеру, первый человек, который я рассказала об этом бизнесе, приобрел продукт за $600 и закрепляется в моей... И сразу айтады, $100, вход $100, но почему-то адам решил покупать на $600 дейді. $600-ыңыздың өзі, қыздар, 45 000-ды 6-ға көбейтіңіздер. Бұл деген кәдімгідей 90, 270 000 теңге. 270 000 теңгеге сіз адам шақыруыңыз керек, мына маркетинг план бойынша айтатын болса. Жарайды, $100 деп айтса, другое дело, Жарайды, бір веткаңыз болсын, жарайды.
$100 6 адам жиналып қалды дейік. Мына жағында қазір дәл тыңдайық. И левой команде. Компания сразу же начисляет мне $60 в качестве реферального бонуса. Допустим, следом Енді қараңыздар, лично приглашенные дейді. Негізі вход $100 деген, мұнда $600 деп тұр. Бұл жақта $400. Это кәдімгідей крупная сумма қазақтардың қалтасы үшінші. Тіпті $100 десеңіз де $10. Мына жақтан бұл жерде 6 адам дейікші. 6 адамды өзіңіз шақырдық дейік $100. Сонда $60 бар. Мына жақта 4 адам шақырдыңыз дейік. Лично приглашенный реферальныймен. Бинар болғаннан кейін, может, переход болуы мүмкін. 4 адам. Сіз уже 10 адам шақырасыз. Чтобы мынандай сумманы алу үшін. Екінің бірі $600 мен $400-ға. Мысалы, именно қарапайым қазақтарды айтып отырмын мен. Олай кірмейді. $400 деген өзі $100 өзі 45, 90, 180 мың. Мына жақ 270 мың. Чтобы зарабатывать, 270-180-ді қоссаңыз, 180-ді қосатын болсаңыз. Қанша? 450 мыңның товар айналым жасаған кезде сізге компания $100 береді. 45 мың береді. 450 мыңның товар айналым жасаған кезде 45 мың ғана аласыз. Есіңізде ниетіңіз. Біздікінде қазір сіздерге салыстырмалы түрде айтамыз. Дальше кеттік. и мне тут же поступает второе вознаграждение от компании Бинар. Когда система видит товарооборот слева и справа, она устанавливает баланс. И я получаю дополнительную выплату за выполненный объем. В данном случае это 5% от $400. Таким образом, я зарабатываю $20. Здесь обратите внимание, что случится с оставшими $200 с левой стороны. Как я ранее упоминала про преимущество компании, заработанные баллы копятся. Левая сторона будет ждать поступления баллов правой стороны. То есть система здесь будет ожидать уравнения. Как только система увидит, что была покупка в той недостающей в правой стороне, то сразу же заново получится бинар. Далее, когда в нашей... Аяқтарды теңестіру деген осы. Жарайды, мына жерде теңестіргенде сіз бір $600 мен 6 адаммен, мына жақтағы 4 адаммен салыстырған, иә? Бұл ничего страшного. Бұл 6 адамды қойшы, тағы бір 2 адам шақырасыз, тауып жүріп. Выравнивать етіп аласыз. Арғатай кеттік. В команде образуется новый товарооборот $1000 слева, $1000 справа. Вы по бинару заработаете $50. При этом неважно, вы ли... Енді $1000 справа деген 10 адам, $100 келетін, мына жағыңызда 10 адам. 10 адам. Общий саны 20 адам. Сіздің зарабатывать ететіңіз $50. Одноразовые. Казаргаты. Создали этот товарооборот или команда. Здесь начинается срабатывать $1000 дегендеріңіз, $1000. Бұл почти 500 мың. 450 мың, 450 мың, 900 мың. 900 мың товар айналымға сізге беретіні бар болғаны $50. Бізде 900 дегеніміз 18 мың теңгемен есептейтін болсаңыз, сіз кәдімгідей $50 бір 22 мың ба? 22 500 ғана. Бізде адамдарды жалғыз өзіміз шақырмаймыз, ұмытпаңыздар классикада. Жақсы болды. Принцип приумножения. Дальше. Если вначале вы использовали только свое время, то теперь у вас появляется команда, благодаря усилиям которой у вас используется больше трудочасов. Процент бинарного бонуса будет увеличиваться в зависимости от роста вашего статуса от 5 до 9%. Третий вид бонуса – это самый желаемый вид дохода, ради которого люди приходят в этот бизнес. Это пассивный доход. Выполняя определенный товарооборот, вы создаете для себя пассивный доход от 2 до 48 месяцев. Давайте подробнее разберем этот вид дохода. К примеру, в вашей левой команде было продано товаров на $1600, а в правой на
1400. При этом не важно, вы ли совершили эти продажи лично или ваша команда. Объем считается по... Енді қараңыздар, каждый раз айтады да, вы продали, не вы продали. Бізде де сондай классикада жалғыз өзіміз ойлап тұрсыздар ма? Команданы жалғыз өзіміз жинаймыз деп, командамен жиналады. Бұл жерде екеу ма, 3 ветка ма, 4 ветка ма, не важно. То же самое. Бұл жерде команданың ақшасын айтып отыр. И акценті как будто сен 2 адам шақырасың. На самом деле, чтобы осы команданы толтыру үшін, бұл да кәдімгідей жұмыс жасайды. Вообще, бинардан ақшадан проигрывайте, посмотрите дальше. Малой команде. То есть у вас объем по малой команде составил $1400. Если мы взглянем на нашу таблицу пассивного дохода, то вы выполнили условия для получения первого пассивного дохода. То есть вы будете получать 2 месяца по $50. Также я вас поздравляю с получением статуса менеджера. Қазір қарайық. 1400, яғни малый веткадан. Естеріңізде малый ветка 1400-де 14 адам. Ана жақта 16 адам. 1600-де. Общий сізде командаңызда уже 30 адам. 30 адамға алатын ақшаңыз сіздің 2 ай бойы $50-дан $100 ғана. Адамды санаңыздар. 30 адам общий. Классикада 30 адаммен сіз не то, что $100, одан да больше алатын боласыз. Кеттік арғатай. Дальше больше. При достижении товарооборота по малой ветке $3000 вы получаете 2 По малой ветке месяца тағы да айтам. По малой ветке деп отыр. $3000 малая ветка. Бұл дегеніңіз $100-дан 30 адам. Ар жағыңызда тағы да равняться етсе 30, и ол еще тағы да өс кетуі мүмкін, е? 30-да 35 адам деп қойайық. 65 адаммен сіздің алатын ақшаңыз $100 плюс $100. Бар болғаны 45 плюс 45 мың. Тең болады 90 мың ғана. Айына 45 мың. Біз 65 адаммен ойнап тұрып, қыздар 65 адаммен 100 мың теңге аламыз. Дальше кеттік. Еще біз ай сайын аламыз. 2 ай ғана емес, біз 12 ай бойы алып отырамыз ондай адам санымен. При достижении $60 000 слева и справа вы будете получать ежемесячно по $500 на протяжении 1 года. Мына жерде ортасындағы 8 мыңдықты пропускать етті. 8 мың адам, малая ветка 8 мың, ол 80 адам $100-дан. 80 адам. Малая ветка. Значит, үлкен веткаңызда 100 адам болуы мүмкін, 90 адам болуы мүмкін. Одан да көп болуы мүмкін, 90 адам, 10 адамға көп деп айтайық, Сіз уже 170 адам. 170 адаммен бар болғаны айына алатыңыз $150. Плюс $150, плюс $150. $150 бұл бір 60 мың теңге. Қыздар 170 адаммен классикада сен 170 мың теңге айына аласың. Арғатай кеттік. И так далее по таблице, пока не закроете статус вице-президента. Здесь я хотела бы $1000 вы получаете 2 Ай сайын месяца алатын. $100. Не, При 12 ай. достижении $60 000 слева и справа $60 000, 60-ты $100-ға бөлетін болсаңыз, бұл дегеніңіз сіздің бөлеміз $60 мың бөлеміз $100-ға бөлсеңіз, бұл дегеніміз почти 600 адам. Малый ветка жақтан плюс 600 адам. Сонда 1200 адаммен сіз бар болғаны айына $500 аласыз. $500 бұл 250 мың ғана. Бір жыл бойы 250 мыңнан алып отырсыз. А бізде 1200 адаммен, қыздар, бізде кәдімгідей нені қараңыздар, бриллиант болуға болады. Вот мен нені айтып отырмын. Бинар просто акцентті адамның жәнегі шақырғанын айтады да, 2 адам деп. Но самом деле, егер адамды былай санайтын болсаңыздар, жәнегіні қарайтын болсаңыздар,
біз ай сайын дұрыстап алатын боламыз. Біз намного больше аламыз, қыздар. Арғатай кеттік. Вы будете получать ежемесячно Мен по уже 500 арғата долларов на айттым да протяжении келмейді, шынымды одного айтсам года. ше. И так далее по таблице, пока не закроете статус вице-президента. И так Здесь далее, я дальше хотела бы дейді. отметить, И так далее, дальше дейді. Арғатай адам санағысы келмейді. Потому что это много. Өте көп, қыздар. Сенбейсіздер ма қазір? Міне. Заны келтіресіңдер ғой. 60.000 долларды бөлеміз $100. 600 алым, 600 адам малый веткада, ең ана аяң жүрмей қалған веткада, қыздар. Значит, о параллельный веткада 600 адамнан көп болу керек сен осы доходқа шығу үшін. А мен енді сендерге қазір көрсетейін. Ту адамны кәдімгідей сағыласыңдар ғой. Міне, қыздар, қараңыздар. Міне, бриллиантовый директор 6000 балл. 50 балдан 12. Енді 6000 балл. 6000 балды бөлеміз 50 балға. Бізде 120 адам. 120 адам бір линияңда директор, міне директор. Оны көбейтеміз. Қазір тұр 120 тең. Көбейтеміз 12 веткаға, 12 директор шығарыңыз. Бізде бар болғаны 1440 адаммен, қыздар. 1440 адаммен қараңыздар. 4 миллионнан жоғары алуға болады доходты. Ай сайын, средний доход, қыздар. Вы кішкене ойлансаңыздар, бинарды кішкене ойланбайсыздар ма? Міне, консультант 18 балл. 18 мың, тағы бір 18, міне, қараңыздар. 100 балл жинады, ол жәнегі 900 бен 2700 теңге аралығында алды. Бағанағы сіздердің 10%-дарыңыз. Түсініп отырсыздар ма? Мен именно пассивный доход, средний доходты сіздерге елестет. Біз дополнительно премияны қосып отырған жоқпын, мен автобонусты қосып отырған жоқпын, бонус ростан қосып отырған жоқпын мен. Кішкене ойланбайсыздар ма, кішкене санамайсыздар ма? Адам деген санауды үйрену керек қой. 2 адам ғана шақырасың, 2 адам ғана шақырасың дей бермей. Қайдағы 2 адам? Санаңыздар. Санап үйреніңіздер бинарды.